менің балам арақ ішпейді, темекі шекпейді, құмар ойындар ойнамайды, өзі иманды жігіт. Баламдың бір ешқандай оғаш қылықтары жоқ, достары да жақсы, өзі де жақсы, әйелі де жақсы. Баламызды кеше алып келіп жерлеген кезде бізге айтты, кілемнің үстінен баспаңдар, баланың денесі жұмсарып кеткен деп. Демек бала жұмсарып кетсе, ол 4 күн бойы суда жатуы мүмкін бала деген менің субъективті ойымшы. Одан кейін баланы судан алып шыққан кезде баланың безрукавкасын самогон мына аяғы ішіне көтеріп жауып тастаған, и мына жерінде кнопкасы бар екен, кнопкасы ішінде жабық тұр, и қалтасына телефонын салып самогон жауып тастаған. Мәйіт табылмай тұрып детализациясын шығарды ғой, сол кезде оның 18-не дейін ғана детализациясы шығып тұрды, ал 19 күннің бәрін секретный кодпен жауып тастаған. Демек ол балам барған кезде немесе өлтірген кезде оның телефонын алып секретный кодпен жауып тастап, барлығын телефонның қалтасына ешнәрсе болмағандай салып қойған бәрін алғанда. Артын суыту үшін баламды өлтіріп, қасақана өлтіріп баламды, солай барлығын қалтасына салып, бұны өзі өлген сияқты жасап қойған. Сот экспертизасы әділ шықсын деп сұраймын. Біз оны экспертизаны күтіп отырмыз енді, және де қылмыскерлер табылсын, барлығы әділ болсын. Бұл балам кісі қолынан қаза болғаны анық болып тұр.